Сегодня фартит. Тағы да міне ойыншылар арасында қақтығыс және Руслан Дұзманбетов қандай шешім қабылдайды? Пенальти бола ма? Пенальти міне ешқандай күмән жоқ. Бауыржан Исламғанға қарсы тәртіп бұзды астаналықтар, қайталап көреміз осы бір сәтті. Айып алаңында қолмен тартып қалған екен Патрик Туумаси. Сол үшін міне Бауыржан желкеден ала кететіндер көп өзі. Поляктың мықтысы Левандовскийдің өзі. Бауыржанның мойнына жалмасқан желкесіне бұл жолы Туумаси сондай қадамға барды. Сонымен пенальти. Жерар Гоуға мүмкіндік берді. 20-шы голын соғалама. Жерар Гоу жоқ, бүгін бұйырмады Жерар Гоуға гол соғу. Бүгін екі қақпашы да пенальтиді қайтарды. Алдымен Стас Покатилов Джорджи Деспотовичтің соққысына тосқауыл болса, енді міне Жерар Гоудың жолын кесті Ненад Эрич. Қайталап көрейік. Бауыржан Исламханның өзі тепсе қалай болар еді деп отырмыз. Кейбір кездесулерде